Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бірде көңілдес, бірде әке мен қыз. Екі жоңғар ешактар Нұрсұлтан мен жезөкше қызы Дариха тағы да халықты шулатты. Екі көңілдес сайлау алдында митинг ұйымдастырып, төңкеріс жоспарлағаны ашылды. Халық бұндай жанжалдан шаршады. Бізге Тоқаев, ешакта, қалмақтар да керек емес, құрысын десеңіз лайк қойыңыз. Біз тек қазақ үшін жұмыс істейміз. Достар, арнамызға подписка жасауыңызды сұраймыз. Кез келген сәтте келуі мүмкін. Досым Сәтбаев, Назарбаевтар отбасының билікке оралуы туралы масқара шындық ашты. Қазақстандағы қаңтар оқиғасы басқалармен қатар, тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың отбасы мүшелерінің жағдайына әсер еткен бірқатар өзгерістерге әкелді. Олардың көпшілігі жоғары немесе ықпалды қызметтерінен айырылды, ал кейбіреулері тіпті тергеуге ілікті. Митингтер Назарбаевтың өзіне де әсер етті. Оған тікелей қатысты кейбір жеңілдіктер Конституциядан алынып тасталды. Экс-президент кенеттен өзін елдің саяси өміріне араласпайтын қарапайым зейнеткермін деп жариялады. Қаңтар айынан бері жетерлік уақыт өтті. Қазақстанда әлі де жеткілікті қаржылық қуаты бар Назарбаевтар отбасы кек алу үшін оралуы мүмкін деген пікір бар. Журналист Сәтбаевтан бұл әңгімелер қорқынышты оқиғалар ма, әлде шынымен де бірдеңе бар ма деп сұрады. Таза техникалық кек әрқашан болуы мүмкін. Сіз жау және қарсылас ретінде көретін көп ақшасы бар адамдарды артта қалдырсаңыз, олардың соққысын үнемі күтесіз. Дегенмен дәл осы кек алуды ұйымдастыру үшін Қазақстанда элитадан, күш құрылымдарынан, тіпті қоғамнан да үлкен қолдау болуы керек. Енді Назарбаев пен оның жанұясының айналасындағы күшті әрі жағымсыз ортаны ескерсек, қолдауға сенуге болмайды деп санайды сарапшы. Саясаттанушы Назарбаевтар отбасынан бас тарту процесі баяғыда басталғанына сенімді. Сәтбаев кек алу нұсқасының мүмкіндігі шамалы екенін мойындады. Мұның бәрі де ішкі элиталық келіссөздерге байланысты. Сондықтан да мен Қазақстан қазіргі зұлым жүйені жоюы керек деген тақырыпты көтеріп отырмын. Онда елдің болашағы элиталық күштердің қандай да бір кек алуына байланысты. Бұл абсурд және ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіреді. Қаңтар оқиғасы элита ішілік қақтығыстар елді тұрақсыздандыруы мүмкін екенін жақсы көрсетті, деді ол. Исламға ашылған соғыс. 2 апта бұрын Вашингтонның шпионы мақсатты әйелді Иран полициясы өлтіріп, Америка провокациясын орындай алды. Сол кезден бері ата жауы Иран елін американистер жаулай бастады. Күні кеше олар түрмеге, үйлерге ракета атты делінеді. Дүйсенбі 17 қазан күні Иран билігі Тегерандағы атышулы Эйвин түрмесіндегі өрттен қаза тапқандар саны 8-ге жетті деп хабарлады. Түрме 16 қазанға қараған түні елді наразылық жайлаған тұста өртке оранған. Түрмедегі өрттің егжей-тегжейі әлі де шектеулі. Иранның сот билігіне қарасты Мизан ақпарат агенттігінің хабарлауынша, түрмедеген өрт кезінде алған жарақаттарынан көз жұмған. Олардың бәрі ұрлық айыбымен сотталған адамдар. Агенттік өрт қамаудағылар арасындағы қақтығыстан туды дейді, бірақ ешқандай дәлел келтіре қоймады. Шетелде жүрген ирандық белсенділер биліктің бұл сөзіне күмәнмен қарайтынын айтады. Елде қыркүйектің ортасынан бері наразылық тоқтамай келеді. Полиция 22 жастағы құқық қорғаушы Мақса Аминиді хиджаб кию нормасын сақтамаған үшін ұстап әкетіп, құқық қорғаушы қамаудан тірі шықпаған. Туыстары марқұмның денесінде азаптаудың іздері барын айтқан. Бұл жайт елде наразылық тудырып, көше шыққан халық полиция озбырлығын доғаруды, Иранды демократияландыруды, үкіметті отставкаға жіберуді талап етті. Эйвин түрмесі саяси тұтқындар мен ел қауіпсіздігіне қатер төндірді деп айыпталғандар отыратын жазалау мекемесі саналады. Олардың арасында қос азаматтығы бар адамдар көп. Бұл түрмеден адам құқығының бұзылғаны туралы шағымдар көп түседі. 2018 жылы ақш үкіметі бұл түрмені адам құқықтарын өрескел бұзғаны үшін қара тізімге енгізген. Билік түрмедегі өрттің елдегі наразылыққа қатысы жоқ деп мәлімдеп отыр. Жексенбі 16 қыркүйек күні мемлекеттік телеарна өрттің тігін шеберханасынан шыққанын, оған қамаудағылар арасындағы қақтығыс түрткі болғанын хабарлады. Ал әлеуметтік желілерде түрме маңынан атыс пен жарылыстың дауысы естілетін видеолар тарады. Бұл видеолардың рас өтірігін тәуелсіз жолмен дәлелдеу мүмкін болмай отыр. Алайда осы Эйвин түрмесінде жаза өтеген құқық қорғаушы Атена даими күн батқанда шеберханалардың жабылатынын жазды. Билік өрттің бірнеше сағаттан кейін сөндірілгенін, түрмеден ешкімнің қашып кетпегенін хабарлады. ақш президенті Джо Байденнен Тегеран түрмесіндегі өрт туралы сұрағанда ол Ирандағы наразылардың батылдығына таңғалғанын айтты. Осыған дейін ол Иранды өз азаматтарын негізгі құқығын қолданғанына бола басып жаншуды доғаруға шақырған. Иран президенті Ибрахим Раиси болса, Байден бүлікке, террорға айтақтап отыр.
деп Иран көсемі Аятолла Хамейнидің «ақш үлкен шайтан» деген сөзін еске салды. Франция сыртқы істер министрі Эвин түрмесінде бірқатар Франция азаматының жосықсыз қамауда отырғанын, ондағы жағдайды жіті бақылап отырғанын мәлімдеді. Иран билігі наразылықты күшпен басып келеді. Құқық қорғау ұйымдары наразылық кезінде кемі 240 адам қаза тапқанын, оның 32-сі кәмелетке толмаған бала екенін мәлімдеді. Ирандағы Храна ақпарат агенттігі сенбі күні наразылық кезінде 111 қалада барлығы 8000 адам ұсталғанын хабарлады. Иран билігі қаза тапқандар жөнінде ақпарат жарияламай отыр. Көшеге шыққандарды басып жаншу кезінде жас қыздардың қаза табуы наразылықты одан әрі күшейтіп отыр. Иран билігі шерушілерді өлтіргенін жоққа шығарады. Бүкіл айыпты елдің сыртындағы және ішіндегі жауларына тағады. Сенбі күні мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралы бүлікшілер құқық қорғау органдарының 26 қызметкерін өлтірді деп хабарлады. Қазіргі наразылық 1979 жылғы революциядан кейінгі ең үлкен толқулардың бірі деп бағаланып отыр. Иран ең қатты оқшауланған елдердің бірі. Батыс елдерін жау санайтын бұл мемлекеттен адам құқықтарын өрескел бұзу фактілері туралы шағымдар жиі түседі. Соңғы күндері Ирандағы наразылыққа өнер, спорт саласының өкілдері, жалпы зиялы қауым үн қоса бастады. Бұл наразылық коронавирустан айтарлықтай зардап шеккен Иранда пандемиядан кейінгі халықтың билікке қарсы ашу-ызасын қамтыған ауқымды қарсылық акциясы болды. 16 қыркүйек күні Тегеранда қайтыс болған 22 жастағы Махса Аминидің қазасы Ирандағы жаппай наразылыққа ұласты. Махса Амини кім? Иранда кеше 24 қыркүйекте жаңа оқу жылы басталды. Мектептер мен жоғары оқу орындарында әдетте осы күні көңілді атмосфера орнайтын. Алайда биылғы жағдай басқаша өрістеді. Кейбір оқу орындарында оқу жылы онлайн тәртіппен басталды. Махса Аминидің қазасы Иран қоғамында билікке қарсы наразылықты ұлғайта түсті. Махса Амини өзінің туған күніне небәрі 4 күн қалғанда полицияның қатысы бар оқиғада қаза тапты. Кейбір Иран ақпарат құралдарының мәліметіне қарағанда, Махса Амини оқуға енді ғана қабылданған студент. Махса Амини Иранның солтүстік батысындағы Күрдістан провинциясының Саққыз қаласында күрд жанұясында туып өскен. 13 қыркүйек күні ол отбасымен бірге ел астанасы Тегеранға келген. Сол күні қала көшесінде оны ахлақ полициясы хиджабы нормаға сәйкес емес деп тауып ұстаған. Полиция ұстаған сәтте оның жанында ағасы да болған. Полиция оған Махсаны бөлімшеге апарып, хиджаб жөніндегі 40 минуттық арнайы курс оқытатынын айтады. Мәліметтерге қарағанда, бөлімшеге барғанша 2 сағат ішінде Махса соққыға жығылған. Кейіннен оның мобильді телефонның бетінен, қандағы және бас сүйегі мен денесінен соққы таңбасы байқалған. Дегенмен полиция бөлімшесіне барғанда өз аяғымен жүрген ол полицияның бірі шақырып, тексерген соң басын ұстап құлап түседі. Тегеран полициясы өздерінің оны соққыға жықпағанын айтып, ақталып, бөлімшедегі жағдай түсірілген видеоны көпшілікке көрсетуге мәжбүр болады. Ресми орындар сол жерде жас қыздың инсульт алғанын хабарлайды. Тіпті билікке жақын кейбір ақпарат көздері Махсаның инсульт пен жүрек талмасына қатар ұшырағанын хабарлаған. Ал оның абақтыға барғанша полиция көлігінде не күйде болғаны туралы мәлімет әзірге жоқ. Ал абақтыда құлаған жерінен Тегерандағы Кесіра ауруханаға апарылғанда комада жатқан Махса жасанды тыныс алу аппаратына қосылған. Туыстарының айтуынша, осы оқиғаға дейін Махсаның денсаулығы жақсы болған, ешқандай шағым болған емес. Махса ауруханада 3 күн есін жинамай жатып өмірден өтеді. Оның қазасы жайлы мәлімет әлеуметтік желіге тараған соң-ақ, ашу-ызаға булыққан көпшілік жинала Махса құлаған мекеменің алдына жинала бастайды.